Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын десерттің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен желатинімізге салқын суды құйып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қантымызға жұмыртқамыз салып, аппақ болғанша миксермен немесе блинчикпен араластырып, сүтімізді ысытып алып, жұмыртқамыз бен қантымызға қосып, аздап қосып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін пешке қоятын ыдысымызға құйып, пешке қойып қайнатамыз. Пешке қойғаннан кейін үздіксіз араластырып тұрамыз. Қою болғанша қайнатып, астын суырамыз. Қоспамызды алып, оған желатинімізді қосамыз, араластырып, бір келіпті болғанша желатиніміз ерігенше араластырамыз. Қоспамызды жаңа ғана пештен алынған ыстық жақсылап араластырып алып, үстіне шоколад шоколадымыз салып араластырамыз. Шоколадымыз ериді. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңізге ұнайтын қара шоколад, ақ шоколадты қосуларыңызға болады. Мен қара шоколадты қостым. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. 33% сливкимізді алып, шоңқыл ыдысқа құямыз. Сливкиміз салқын болу керек. Ең бірінші ақырын скоростта араластырамыз. Осылай қою болғанша араластырып аламыз. Оның үстіне дайындап қойған қоспамызды қосып араластырамыз. Барлық қоспаны бірден қоспаймыз. Аздап қосып, блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Өзімізге ыңғайлы ыдыстарға салып шығамыз. Мен осындай шыңғыл ыдысқа салып шықтым. Дәмі деген өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Десертімізді ыдысқа салғаннан кейін 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Рахмет сіздерге.